Туған жерім Монголия. Монголияның Баян-Өлгей аймағы, Сеңгел сұмынында тудым, Сырғалының жайлауында, Ақсай, Ақшоқы дейтін жаңағы жерлерде. Қазір біз осы Маңғыстау өңірінде Қарақия ауданында тұрамыз. Маңғыстауға 2006-2007 жылдар келдік алғаш. Енді сол кезде алғаш келгенде 2007 жыл ма, 6 жыл ма, Түпқараған ауданында Кетік Арай газетінде істедім, тілші болып. Бір жылдан кейін Қарақия ауданының Қарақия газетіне бас редактор болып бардым. Енді содан бері сол Қарақия ауданында Қарақия газетінде жасаймын. Енді ата жұрттан келген қазақтар болған соң теріскей орыс халқы көп тұратын жер, тілден қиналып жүрген жоқсыңдар ма? Бұл қазақи жер, жаңа біздің жаққа келсеңдер, біз енді есігіміз ашық деп сөйлескен екен. Содан кейін енді қазақи жер екен, өзіміз сияқты көшейіп осылай біз орыс неден ортасында отырғаннан гөрі шығармашылық адамдарымыз, сен де журналистсің, бізге Маңғыстау қолайлы сияқты деп жолдасым айтты. Сол бойынша жолдасымның несімен көшіп келдік. 2006 жылы деймін, жаңа форттың 160 жылдығы тойланғаны. 2007-ден бастап осы Маңғыстаудамыз. Баян-Өлгей қазақ радиосында қызмет істедіңіз ғой? Иә, біз осы ата жұртқа 2004 жылдың аяғында 2004-те көшіп келдік. Сол көшіп келгенге дейін осы соңғы күнге шейін Баян-Өлгейдің қазақ радиосында тілші, диктор болып жасадым. Монғолия қазақтарының бір бар үлкен ақпарат орталығы болды ол жер. Ол жерде біздің атақты Монғолия ақындары, жазушылары, біздің ағаларымыз сол жерде қызмет атқарды. Енді мен сол кісілердің соңғысын көре қалдым. Өзім алғаш радиоға тілші болып келген кезде бас редактор Бодауқан Тоқанұлы болатын. Біз сол Бодаштың газетте Шабдарбай Қатшанұлы дейтін үлкен ағамыз, үлкен кісілер болды. Сол кісілердің алдынан өтіп, сол кісілердің тәлім тәрбиесін алып, осы қызметті әлі жалғастырып келе жатырмыз. Қазіргі өзіңіз жұмыс істеп жатқан аудандық газет қой, иә? Аудандық газет, иә. Сол газет туралы айта кетсеңіз. Аудандық газеттің қалай қазір? Енді газеттің қалы өздеріңізге белгілі ғой. Қазір ақпарат бәрі интернетке көшкен, сондай цифрлы неге көшкен кезде газетке сұраныс төмен, оқырман өте төмен. Бірақ енді газет деген бірден бір мұрағат екенін, заманның мұрағаты екенін халыққа түсініп біледі деп ойлаймын әлі де. Енді газет өлмеу керек. Әлгі айтады ғой қазақта, ит тойған жеріне, ер туған жеріне дейді. Біз енді адамбыз, туған жерді қалай ұмытайық, сағынамыз, оның орны бір бөлек. Бірақ бұл Маңғыстауда өзіміздің еліміз болды. Бұл Маңғыстауға сіңісіп, сыйысып кеттік. Қазір Маңғыстауда тіпті екінің бірі таниды енді бізді. Осы Маңғыстау өңірінде басқа жақтан да, Қытайдан, Монғолиядан, Ираннан, Өзбекстаннан келген қандастарымыз туралы, олардың сіздерге ақпарат саласында жүрсіз ғой, олар туралы қандай хабарыңыз бар? Олардың тыныс-тіршілігі қалай? Сіздің тыныс-тіршілігіңіз әрине жақсы екен. Басқа қандастарыңыздың тіршілігі қалай? Сол туралы айта кетесіз бе? Мен басқа қандастарым дегенде жалпы осы жақта бар оралман деген бір нәрселерді көп естімеймін мен. Осында жүрген қазақтың бәрі, мен ойлаймын осы бәрі осы. Солай ойлайтын едім осы. Тұрғылықты Маңғыстаудың қазақтары шығар деп ойлайтын едім. Бірақ олай емес екен. Бұл жақта да Ираннан, Түркменстаннан, Өзбекстаннан келген. Енді Ираннан келген қазақтар білініп тұрады да. Ол кісілер енді бір дінге жақын ба, бір солай. Енді Түркменстаннан, Өзбекстаннан келген қазақтарды мен айырып білмейді екенмін. Бәрі Маңғыстаудың тұрғылықты қазақ шығар деп ойлайтын. Өзімді де бір жақтан келді деп айтқан ешкімді көрген жоқпын. Осылай келгеніңізге өкінбейсіз бе осы жаққа, алыс қиын жеткен? Жоқ, неге өкінемін? Бұл мақтанамын. Өйткені бұл Маңғыстау 362 әулие жатқан Маңғыстау, киелі Маңғыстау. Әрине алғаш
өзім келмей тұрған кезде білген жоқпын. Жолдасым жаңағы айтысқа келіп барайық деп айтқан кезде мен алыс жер қалай болады деп қатты қорқатын едім, расымды айтсам. Бірақ мен Маңғыстауға келгеннен кейін біздің кеудемізден кер итерген ағайын болған жоқ. Енді жалпы адам өзі еңбекқор болса, адам өзі жүрген ортасына сыйлы болса, қайда да барып сіңуге болады деп ойлаймын. Мен Маңғыстауды жамандық көрген жоқпын. Маңғыстаумен мақтанамын.